Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгін этнопедагогика пәнінің келесі лекциясын бастаймыз. Біздің тақырыбымыз қазақ халық педагогикасы, қазақ этнопедагогикасының қайнар көзі деген тақырып. Жоспар. Бірінші сұрағымыз қазақ халық педагогикасы және этнопсихология. Екінші сұрағымыз қазақ этнопедагогикасындағы ұлттық философияның рөлі. Үшінші сұрағымыз этникалық тәрбие, этникалық мәдениеттің бір бөлігі. Төртінші сұрағымыз қазақ этнопедагогикасының тәжірибесі. Міне осы сұрақтарға бүгін жауап іздейміз. Бірінші қазақ халық педагогикасы және этнопсихология. Халық педагогикасының негізгі мақсаты өзінің бай тәжірибесіне сүйене отырып, келер ұрпақтың өнер білім меңгеруге, еңбек етуге, отанын сүюге, адамгершілік қасиетті бойына қалыптастыру болып табылады. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ғасырлар тоғысы атты еңбегінде тәрбиенің түпкі мақсаты қоғамның нарықтық қарым-қатынасқа көшуі кезінде саяси экономикалық және рухани дағдарыстарда жеңіп шыға алатын ізгіленген ғасырды құрушы, іскер, өмірге икемделген, жан-жақты, мәдениетті, жеке тұлғаны тәрбиелеп қалыптастыру деп тұжырым жасаған болатын. Осы орайда халықтың мәдениетін, әдебиетін, тілін, салт дәстүрін, тарихын, өнерін сүю арқылы нағыз мәдениетті адамды қалыптастыру бүгінгі жаңа қоғамның тәуелсіз мемлекеттің алдында тұрған үлкен мақсат болып есептеледі. Халық педагогикасында тәрбиелеу ісін баланың жас ерекшелігіне сай жүргізумен бірге жеке бас ерекшелігін ескере отырып жүргізу қажет. Барлық адамның мінез құлқы, қабілеті бірдей емес. Сондықтан бала мінезін жете түсініп, өзгешелігін еске ала білу қажет. Баланың тәрбиесі туған, өскен ортаға, ата-анаға, үлкендерге, олардың үлгісіне байланысты қалыптасады. Қазақта ұлдың ұяты әкеге, қыздың ұяты шешеге деген қасиетті сөз бар. Бұнда халқымыз ата-ананың, үлкендердің жас ұрпақ тәрбиелеудегі орнын көрсеткен. Қазақ халқының ұстаған қағидасы түйген философиялық ойы жан-жақты қарастырылып, бір ауыз сөзге сыйғызып отырғаны белгілі. Адамға көбінесе үш адамнан мінез жұғады дейді біздің ұлы тұлға қайраткер ұлы бабамыз. Біріншісі ата-анадан, ұстазынан, құрбы құрдасынан деп айтқан болатын. Осы пікірді халық педагогикасында да ұстазына қарай шәкірті, ұстазы жақсының ұстамы жақсы, аға жағасы, ұстаз пана деген мақал мәтелдер арқылы беріліп отырған. Жас өспірім алдына үлкен мақсат қоя білсе ғана, ол биікке ұмтылады. Сондай ұмтылыс үстінде өседі және жетіледі. Армансыз биікке самғау жоқ екенін ұғындыруымыз керек. Армансыз ұлан, қанатсыз қыран деп қазақ мақалында айтып кеткен. Арманы жоқтың пәрмені жоқ деп те айтады. Сондықтан жастарға армандай білуге, арманы өте биіктен көрінуге,
оған қол жеткізуге іс-әрекет жасау ең негізгі нәрсе. Жас ұрпақты өмірге дайындап, олардың 8 қырлы, бір сырлы азамат болуы үшін тәрбиенің барлық түрін ұштастыра, ұластыра жүргізуіміз керек. Халық педагогикасында ақыл-ой тетігі, эстетикалық тәрбие құралы дейтін жекелеген тәрбие құралы жоқ. Бүкіл тәрбие бірге дамып отырады. Кез келген тәрбие құралына талдау жасасақ, ақыл-ой, дене, еңбек, адамгершілік тәрбиелері іштей сабақтасып, араласып жатқанын көреміз. Біз айтпаймыз ғой, қазір мен ақыл-ой тәрбиесін берем, келесі сабақта дене тәрбиесін берем деп, сондықтан біз барлық тәрбие бір-бірімен тығыз байланыста болатыны белгілі. Әдептілік, сыпайылық, кішіпейілдік, мейірімділік, иманжүзділік қасиеттердің бәрі де ар-ұят, ұждан тазалығынан туындайтыны белгілі. Ар тазалығы өзгеге қиянат жасамауға, шыншыл болуға баулайды. Ұлттық табиғатымызға сай келмейтін педагогикадан гөрі халық педагогикасының маңызы тұлға тәрбиелеуде өте зор. Ол үшін халқымыздың тәлім-тәрбиелік негіздерін отбасында, балабақшаларда, әртүрлі сатылы мектептерде және қоғамда қолдануымыз қажет. Жалпы тұлғаны жақсы, керемет, отанын сүйетін қып тәрбиелеу, ол отбасынан негізі тәрбиенің қаланатыны ол отбасында екені белгілі. Жас бала жаңа өркен жайған жасыл ағаш тәрізді дейді қазақ халқы. Жерге отырғызған жас көшетке өркен жайған жасыл ағаш болып, тамыры тереңдеп, жапырағы жайқалып, саялы ағаш болып, үлкейгенше мәпелеп күтіп, үзбей тәрбиелеуді керек етеді. Адам да сол сияқты, кішкентай кезінен бастап оған мейірім, дұрыс бағыт-бағдар бермесе, біз қателесіп қалуымыз мүмкін. Өмірдің жарқын сипатын, сұлу сымбатын, қасиетін үнемі басшылыққа ала отырып, халықтық педагогикамыздың бай мұраларын ұрпақ тәрбиесіне пайдалануымыз өте қажет дейді. Қазақ этнопедагогикасындағы ұлттық философияның рөлі қандай деген сұраққа жауап беретін болсақ, халық философиясы тарихының тәуелсіз мемлекет үшін маңызы өте зор. Өйткені өзінің жеке философиясы болмаған елдің дербес рухани тұрмыспен өркендеуге мүмкіндігі де болмайды. Бөгде тектік факторларға тәуелділігі күшейе түседі. Ұлттық философия тарихы жүйелік ілім. Ол философияның бір бөлігіне, дәлірек айтқанда тарих философиясына жатады. Ежелгі заманнан өмір сүріп келе жатқан түркі тайпалары негізінде қалыптасқан іргелі халықтардың бірі қазақтар. Ғасырлар бойында жазба мәдениеті болмаса да, ауызша әдіспен өзіне тән бай рухани мұра жасай білді. Ал жазба әдебиет пайда болғаннан кейін бұл мұра өте үлкен қарқынмен дами отырып, әр қилы ерекшеліктерге толы күрделі тарихи жолдардан өтті. Мысалға айтатын болсақ, ақындар мен жыраулар, саясаткерлер мен батырлар, хандар мен қолбасшылар, айтыскерлер мен жыршылар, билер мен серілер бәрі де өздері өмір сүрген заманның объективті құбылыстарын тілге тиек, ойға өрнек етіп, әр түрлі деңгейде, бірақ жалпы алғанда жартылай даму тенденциясы шеңберінде қазақ халқының
қоғамдық, саяси, мәдени, философиялық ойлау жүйесінің құрылымын жасады. Қазақ философиясының ерекшелігі неде дегенге, оның шынайы патриотизм, халқына сүйіспеншілігін, мүддесі және болашағы үшін күресуге дайын және оған жету жолдарында өз қадірінше анық жан-жақсы көрсете білуінде. Қазақ философиясының тарихы халық тарихының ең маңызды құрамдас бөліктерінің бірі. Онда ғылыми таным процесі мен халықтың идеялық ізденістері, бай тарихы мен ұлттық ойлау айшықтары көрініс тапқан. Қазақ философиясы сонымен қатар халқымыздың тарихын жан-жақты түсіну үшін үлкен негіз және әдістемелік құрал деп есептеуге болады. Қоғамдық ойдың көптеген мәселелері өзінің ауқымы жағынан ұлттық шеңберден асып жатады. Мысалға айтатын болсақ, ағартушылық бағыты таза ұлттық қасиетке ғана ие емес, оның түрлі ұлттық ерекшеліктері әлемдік жалпылықпен астарланып жатады. Қазақ ағартушылығының ерекшелігі ұлттық мәселені басты проблема етіп қоюы, қоғамдық практикамен тығыз байланысында. Жалпы ағартушылықтың әлеуметтік табиғатына сай екендігі. Жаңадан қалыптасып келе жатқан қазақ буржуазиясының ой өрісін көрсете отырып, бұл ағартушылық халықтың ұлттық сана сезімін оятуға, оның бостандыққа, рухани азаттыққа жетуіне жәрдемдесті. Сонымен қатар қазақ философиясында қоғамдық ой үш кезеңнен өтті. Олар қоғам, қоғамдастық және қоғамдық пікір. Қазақ халқының, қазақ тарихының белгілі бір кеңістік уақыт философиялық құбылыстарды үш кезеңге бөліп қарауға болады. Бірінші алғы философия, екінші объективтілік пен субъективтілікті жоғары деңгейде ажырататын сана, үшінші теориялық әдістемелік байытылу. Бірінші алғы философия дегенге тоқталатын болсақ, объективтілік пен субъективтілікті өте нашар ажырататын сана. Оның негізінде ойлау іштей қайшылығы кем, қажетті дәлелденген теория құрай алмайтындығы. Осы құбылыс қазақ философиясы тарихының ертеден бастап 12-ші ғасырға дейінгі кезеңдеріне тән деп көрсетілген. Екінші, объективтілік пен субъективтілікті жоғары деңгейде ажырататын сана. Оның негізінде түсініктерді логикалық қолдану арқылы теория мен тұжырымдамалар жасау, яғни ойлау дәрежесі ұлғайып, қоршап тұрған дүниені, қоғамды және адамның өзін дұрыс бейнелеу белгісіне жетуі. Осы құбылыс қазақ философиясы тарихынан 14-ші ғасыр мен 20-ші ғасыр басына дейінгі кезеңді қамтиды. Үшінші, теориялық әдістемелік қасиеттермен байытылып, классикалық жүйеге ие болған және әлемдік рухани байлықпен ұштастырылған. Қазақтың ата тегі болып табылатын сақтар мен ғұндар, үйсіндердің түп төркіндеріндегі қарама-қайшылықтарға қарамастан көшпенділік, әмбебапшылығы басымдылыққа ие болды. Солай бола тұра, жер өңдеушілердің де дүниетанымдық көзқарастары үнемі елеулі ықпалын жүргізіп отырды.
Қазіргі кезде еліміздің рухани өміріндегі өзекті мәселелердің бірі отандастарымыздың философиялық мәдениетін өркендету болып табылады. Оған қоғамымыз басынан кешіп отырған қайшылықтарды, әлемдік философия тарихының өзекті мәселелерін танып, талдап, зерттеу арқылы шешіп құрылып жатқан азаматтық қоғамның ерекшеліктерін халыққа ашып көрсету арқылы қол жеткізуге болады. 20 ғасырда шығыс пен батыс философиясы арқылы ұлттық философияның ерекшеліктерін зерттеуге мүмкіндік туды. Түркі тілдес философияның ерекшеліктерін зерттеуге мүмкіндік болды. Түркі тілдес философияның қыр-сыры арқылы туысқан елдердің рухани көкжиектеріне назар аудару міндеті тұр. Этникалық тәрбие этникалық мәдениеттің бір бөлігі дейді. Кез келген қоғамның түрлі топтарының басын біріктіруші факторлардың бірі этникалық, ұлттық өзіндік сана. Әлбетте, оны құрастыратын факторлар мен тектердің ішінен мемлекеттің ұлттық саясатының орны айрықша ерекше екендігі белгілі. Қазіргі Қазақстан Республикасының егемендігін орнықтыру кезінде халықтың этникалық өзіндік санасын ояту және оны одан ары өсіру міндеттері тұрған болатын. Бұларды ойдағыдай атқару ісі аталмыш сана сезімді маркстік лениндік идеологияның ықпалынан айырылту, кеңестік және мәңгүрттік сананың батпағынан ашып тазарту еді. Сондықтан этникалық өзіндік санамыз бен этносымыздың қазіргі жағдайын зерттелеу ең маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Бұдан тысқары жасыратыны жоқ, қазіргі таңда жастарымыз қазақстандық патриотизмді дамыту мәселесінде осалдық танытып жүр деп айтылып келеді. Өкініштісі әрине. Этникалық үдерістерді біз бұлай көрсетеміз: консолидация, ассимилизация, этностардың өзгеріске ұшырауы. Этностар этникалық үдерістердің барысында өзгеріске ұшырап отырады. Олар бір қалыпты өмір сүру үшін өзінің әлеуметтік, территориялық жағынан ұйымдасуын қамтамасыз етуге тырысады. Тарих көп санды болуына қарамастан, әр алуан этностардың әлеуметтік, территориялық тұрғыдан ұйымдасуы мәселесін шеше алмағандығына куә. Бұларға палестиналық арабтар мен күрдтерді жатқызуға болады. Ресей империясының экспансиясы және колонизациясының нәтижесінде көптеген этностар өздерінің мемлекеттік құрылымынан махрұм болып қалғаны белгілі. Ол тарихта жазылған. Этносты айқындайтын сипаттарға оның тұрақты мәдениеті, тілі мен психикасы, өзінің бірлігін мойындайтын, өзінің дербес қоғамдық топ екенін ұғынатын, басқа қауымдардан айырмашылықтарын сезінетін, яғни өздік санасы мен өздік атауы жатады. Оның этносты айқындайтын сипаттар тұрақты мәдениеті болу керек, тілі, психикасы, өздік санасы, мәдениеті, салт дәстүрі болу керек дейді. Этникалықтың пайда болуына жәрдемдесетін факторлар мен бір қатар оған кері әсер ететін немесе кедергі жасайтын жағдайларды атайтын болсақ, жалпы этникалық мәдениет сипаттарының қалыптасуын баяулататын
этнос ішіндегі сословиялық және басқалай трайбалистік қазіргі кедергілермен байланысты болып келетін әлеуметтік жылжымайтын төмен деңгейде болуы мүмкін. Этнос қоғамдық үдерістердің жемісі, бірақ оның биологиялық қауым түрінде белгілі бір адамдық популяциямен байланысты болатынын естен шығармауымыз керек. Мұндай қауым табиғи, тарихи жолдармен пайда болады және дамиды. Кейбір этностар бірнеше тарихи формациялар бедерінде өзінің тұрлаулығын сақтап қала алмайды. Этнос адамның ең елеулі әлеуметтік тобы болып табылады. Ол тарихи жағдайларға байланысты түрлі формаларда ұру, тайпа, ұлыс, ұлт негізінде көрінеді. Кен мағынада алып қарағанда этнос бір жағынан этникалық, екінші жағынан қоғамдық, экономикалық факторлармен айқындалып анықталады. Енді ұлттық психология, ұлттық сана сезім дегенге тоқтайтын болсақ, ұлттық сана сезім ұлттарды бір-бірінен ерекшеленіп тұратын айрықша белгі емес, тек әлеуметтік психотанымдық құбылыс. Олардың бір-бірімен тығыз байланысты екені, біте қайнаса өмір сүретіні мәлім. Бірақ оларды барлық жағынан теңестіріп қарастыруға болмайды. Ұлттық сезімдер ұлттық психикалық ерекшеліктердің жекеленген жақтары тәрізді. Оларды ұлттың ұлттылығын, мендігін, өздігінен сезініп, түйсінуімен байланысты процесс ретінде ұғынған жөн. Ал тұтастай алғанда ұлттық өзіндік сананы ұлттық психологияның аясынан тысқарыдағы дербес бірлік деп білеміз. Өйткені ұлтты тану логикалық ой жұмысының қызметімен де байланысты. Ұлттық психологияның өзіне тән ерекшеліктерін қалыптастыратын негізгі тарихи және қоғамдық ортаға төмендегілер жатады деп санаймыз. Олар шаруашылық іс-әрекет түрлері, қожалықты жүргізудің жинақталған тәжірибесі, үстем болған қоғамдық таптық қатынастардың ерекшелігі, халықтың тұрмыс салты, табиғи орта және ықыластық, қоғамдық өмірге әсері болатын демографиялық фактор, басқа халықтармен болатын қарым-қатынастардағы ерекше белгілер және мәдениет, тіл, әдет-ғұрыптар мен дәстүрлердегі айрықша белгілер, діни нанымдардың түрлері және басқаларды жатқызуға болады. Тарихи қауым психологиясының этникалық белгілерін анықтайтын негізгі факторларға біз материалдық рухани өндірісті және қоғамдық қатынастарды жатқызуға болады. Ұлттық сана сезім оны құраған барлық элементтермен қосылып, жинақталған, жиынтықталған, жалпыланған күйде ұлттық рух түрінде жарыққа шығады. Осыдан кейін ұлттық рухтың жай күйін, ұлттық идеологияны жарату қиынға соғатын іс екені айқын болып қалады. Ұлттық идеологиямыздың негізгі ұстанымдары: бірінші, мемлекеттік, елдік пен құқықтылыққа; екінші, ғылыми, мәдени және әдеби мұраға; үшінші, ежелгі сенім нанымдарымыз бен исламдық дәстүрлерге; төртінші, жалпы адамзаттық құндылықтары мен маңыз беру жатады. Қазақ этнопедагогикасының тәжірибесі дегенге келетін болсақ, этнопедагогика терминін біз басында айтып кеттік.
орыстың ғалымы, Шубаштың ғалымы Волков енгізді дедіге. Алайда әлі күнге дейін этнопедагогиканың ұғымдық мазмұны жөніндегі пікірлер тоқталмай отыр. Этнопедагогика мәселесін зерттеушілер зерттеу объектісіне қарай халықтық педагогика және этнопедагогика деп, немесе педагогикалық этнография және этнопедагогика деп бөлуі көңілге қонарлық сияқты. Этнопедагогика дегеніміз белгілі бір халықтың тәрбие дәстүрін жинақтап, ғылыми жағынан жүйелеп, зерттейтін педагогика ғылымының бір саласы. Этнопедагогика мәселесін қарастырғанда, халықтық педагогика, педагогикалық этнография және этнопедагогика терминдерінің ұғымдарына байланысты өз ойымызды білдіруіміз мүмкін. Біздің ойымызша, халықтық педагогика дегеніміз қағазға түспеген бала тәрбиесі туралы ой пікірлер мен тәжірибе. Ал педагогикалық этнография халықтық педагогиканың ой пікірлері мен тәжірибесін жинақтау, қағазға түсіру. Этнопедагогика жинақталған халықтық педагогиканың ой пікірлері мен тәжірибесін жүйелеу, теориясын жасау және өмірге ендіру. Сонымен қатар қазақ этнопедагогика ғылымының қалыптасу кезеңдері мынадай бөліктерге бөлді. Халықтық педагогика, педагогикалық этнография. Кезеңге тән қасиеттер, қағазға түспеген бала тәрбиесі туралы ой пікірлер және тәжірибелер. Халықтық педагогиканың ой пікірлері мен тәжірибесін жинақтау және қағазға түсіру деп берілген. Сонымен қатар кезеңнің қалыптасуына әсер ететін оқиғалар, қазақ халқының қалыптасуы және дамыған көрші елдермен қарым-қатынасының күшеюі, көрші елдердің қол астына өту, дамыған білім беру жүйесіне тартылу. Келесі, кезеңнің қалыптасуына әсер еткен тұлғалар. Олар билер, ақсақалдар, ата-аналар, тағы басқаларды айтуға болады. Сонымен қатар орыс саясаткерлері, өзіміздің қазақ халқының ұлы тұлғалары. Келесі. Этнопедагогика ғылымының қалыптасуы 1907-1927 жылдар деп көрсетілген. Бұл жылдарда жинақталған халықтық педагогиканың ой пікірлері мен тәжірибесін жүйелеу жұмыстары, теориясын жасау және өмірге өңдеп енгізу жұмыстары жүргізілген екен. Ұлттық идеяның күшеюі осы жылдары, ұлттық тәуелсіздікке ұмтылу және өзін-өзі басқаруға қол жеткізу осы жылдардан басталды. Ол кездері осы өз ұлтының қайраткерлері, ұлы тұлғалар Ахмет Байтұрсынов, Дулатов, Жұмабаев, Аймауытов, Мұхтар Әуезовтар тағы басқаларды айтуға болады. Сонымен қатар этнопедагогика ғылымының қайта дамыған кезеңі ол 1991-1999 және осы жылдарда да ол этнопедагогика ғылымы күн тәртібінен түскен емес. Негізгі қаланған этнопедагогика ғылымын дамыту көзделген осы жылдарда Қазақстанның тәуелсіздік алуы және ұлттық сананың өсуі. Сонымен қатар осы жылдарда халықтық педагогиканы зерделеп өз еңбегін жазған ұлы тұлғалар, профессорларымыз қазір бізде сол кісілердің еңбегін қолданып сабақ оқып жүрміз. Жарықбаев, Қалиев, Табылдиев, Ұзақбаева,
Клара Жантөреевна өмірден міне өтіп кетті. Ол кісінің де көптеген еңбектері бар. Ыбырай Алтынсарин қазақтан шыққан тұңғыш ағартушы, халық педагогикасын қазақ арасынан алғаш қағазға түсіріп жинастырған, білім дәрежесінде қалыптастырған ұлы тұлғалардың бірі. Алайда ол ұлттық мектептің идеясын сол уақыттың кедергісіне байланысты ұсына алмады. Сондықтан да қазақ этнопедагогикасының ғылымға айналуы біздің ойымызша 1907-1927 жылдар деп көрсетілген. Сол кездердегі ұлттық тәлім тәрбиесінің дамуына атсалысқан ұлы зиялылар, жаңа айтып кеттім, Ахмет Байтұрсынұлы, Бөкейханұлы, Дулатұлы, Жұмабайұлы, Аймауытов, тағы басқаларды атауға болады. Қазіргі 21 ғасырда, 20 ғасырдың соңғы жылдарында осы халықтық педагогикада одан әрмен қарай осы сіздерге келешек ұрпаққа дұрыс жеткізіп, талдап, зерттеп жүрген профессорларымыз Жарықбаев пен Қалиев қазақ этнопедагогикасының даму тарихын 3 кезеңге бөліп қарастырды. 1-ші, 4-ші, 8-ші ғасырлардағы педагогикалық ой пікірдің бастауы дейді Орхан Енесей жазбалары, Қорқыт тағылымдары деп қарастырған. 2-ші кезеңді орта ғасырлар заманынан бастап Қазақстанның Ресей қол астына кіру процесі аяқталғанға дейінгі демократиялығы басым тәлімдік ой пікірлер кезеңі деген. 3-ші кезең ұлттық педагогикалық ой пікірдің кеңес үкіметі жылдарындағы дамуы деп қарастырған. Халық педагогикасының негіздерін айқындау қазақ этнопсихологиясының генезисін зерделеуге бағытталған еңбектермен қатар жүрді. Сондықтан қазақ этнопсихологиясының табиғатын ашуға арналған Сәрсенбаев, Жандилдин, Мұханов, Жүкеш, Елікбаев, Көкебаевалардың және басқа ғалымдардың еңбектері жалпы ұлттық тәлім тәрбие мәселелеріне арналған зерттеу жұмыстарына негіз болады деп атауға болады. Қазақ ақын жыраулары Әуезов, Тәжібаев, Момышұлы, Мақатаев, Әлімбаев, Сауытбеков, Молдағалиев, Оңғарсынова, Тұрғынбеков, Айтқожина және тағы басқалар өз шығармаларында ұлттық тәлім тәрбиенің маңыздылығына үлкен мән беріп отырды. Қазақ этнопедагогикасының әлеуметтік құбылыс екенін және оның қоғамдық қажеттіліктермен туындағанын ескере келе ғалымдар өз ойларын былай қорытындылайды. Адамның өз ұрпағын еңбекке, кәсіпке, өмірге икемдеп үйретуі адамзат қоғамымен бірге жасасып келе жатқан тарихи процесс екендігі белгілі. Ұшы қиырсыз жазира дала тұрғындары өздерінің үлкен тарихында жас ұрпаққа тәрбие беруде бай тәжірибесін жинақтап, өзіндік салт сана, әдет ғұрып рәсімдерін туғызды. Дала тұрғындары өздері өмір сүрген ортаның әлеуметтік экономикалық жағдайына, мәдениеті мен тарихына орай жас буынға тәлім тәрбие берудің басқа жұртқа қайталанбайтын талап тілектерін дүниеге әкелді. Мысалға, жас ұрпақты тәрбиелеудің жалпыға ортақ моральдық психологиялық нормасы белгіленді. Қорыта айтқанда, қазақ халық педагогикасы және этнопсихология қазақ этнопедагогикасындағы ұлттық философияның рөлі, этикалық тәрбие, қазақ этнопедагогикасының тәжірибесі туралы қарастырылды және талданды. Педагогиканың түпкі негізі этнопедагогика, ал қазақ этнопедагогикасының қайнар көзі қазақ халқының педагогикасы, яғни тәрбиелеу мен білім беру
өз халқының рухани байлығын, құндылықтарын меңгеруден басталады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Лекция аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.